Қытайда табылған 8000 терракот әскерінің құпиясы неде, балшық әскерді кім жасаған? 74 жыл Қытайда шаруалар құдық қазып жатып, бір мүсін тауып алып сатып жібереді. Ал сатып алғандар мұны үкіметке хабарлайды. Осыдан соң Сиан қаласының маңында археологтар қазба жұмысын бастап, балшықтан жасалған 8000 әскериді аттар мен арбаларды табады. Бұл Қытайдың алғашқы императоры Цин Чи Хуандидің мавзолейінің бір бөлігі еді. Цин өлгеннен кейін де өмір бар деп сеніп, аумағы 56 шаршы шақырым жер асты қаласын салдырады. Ішіне сынап ағатын өзен қаздырып, сарай тұрғызады. Алып мавзолейді ешкім таппасын деп үстіне тау үйіп, ағаш пен шөп егіп тастайды. Ал мавзолейді салған шеберлерді өлтіргені айтылады. Цин жерленген тұсқа автоматты түрде атылатын садақтар орнатылған. Тарихшылар құрылысты 700 мың адам салған дейді. Цин көз жұмған соң қызметшілерін бірге көмген. Дерек бойынша Цин тірі әскер артындағы империяға керек деп қорғаушы ретінде балшықтан әскер құюды аманат еткен. Әскерді балшықтан жасап күнге кептіріп, кейін 900 градуста күйдірген. Қазір Циннің қабірі ашылмаған. Қытай археологтары бүлдіріп аламыз ба, сынаптан уланамыз ба, я садақтары атыла ма деп қауіптенеді. Ал шетіне жерленген ұлдарының қабірінен алтын көп табылған.